Саламатсыздар ма оқушылар? 11 сынып алгебра оқулықтағы 22-1 есептен бастап шығарылым көрсетейін. Бұл жерде енді біз осы есепке қатысты, осы тақырыпқа қатысты формулалардың бәрін жаңа жазып қойдым. Олай болса есебімізді бастаймыз. Біріншісі бізде осы мына функцияның туындысын табу керек. Оның туындысын табу үшін бізде жоғарыда мына бірінші формуланы қолданамыз. 3х квадрат минус 7х. Осы түгел осыдан туындыны табамын, және бұл күрделі функция болғандықтан х квадрат минус 7х-тен де туындыны табамын. Онда жоғарыдағы формула бойынша аның орнында бізде 3 тұр, олай болса 3х квадрат минус 7х болады. Натурал логарифм жерде аның орнында 3 тұр көбейтілген. Енді мынаның туындысы бізде 2х минус х-ның туындысы 1-ге тең, сондықтан осыған тең болады екен. Келесі екіншісін қарастырайық. Туындысы 2-ның х қосылған 3х квадрат бірінші осының туындысын табамын, және х қосылған 3х квадраттан туындыны табамын. Енді жоғарыда бірінші формула бойынша 2-ның х қосылған 3х квадрат дәрежесі көбейтілген натурал логарифм 2 болады. Көбейтілген х-ның туындысы бізде 1-ге тең, плюс х квадраттың туындысы 2х, ол мына 3-ге көбейтіледі де бізде бұл 6х болады. Келесі біз үшіншісін шығарамыз қазір. Келесі үшіншісін қарастырайық. Туындысы 0,8-дің 1 минус х куб дәрежесінің туындысын табамын, және күрделі функциялықтың 1 минус х кубтың туындысы болады. Бізде жоғарыда мына бірінші формула бойынша тағы да 0,8-дің 1 минус х куб дәрежесі және натурал логарифм 0,8 болады. Көбейтілген. Енді 1-дің туындысы бізде 0-ге тең, сондықтан мынаны минус х кубтың туындысы 3х квадрат болады. Тең болады. Енді мына 0 минус 3х квадрат көбейтілген 0,8-дің 1 минус х куб дәрежесі натурал логарифм 0,8 деп қалдырайық. Келесі төртінші бізде туындысы 7/1-дің 4 минус х дәрежесінің туындысы және 4 минус х-тің туындысы болады. Жоғарыда бірінші формула бойынша 7/1-дің 4 минус х дәрежесі сол күйін тұра береді. Натурал логарифм 7/1 көбейтілген, енді 4-дің туындысы 0-ге тең, х-ның туындысы 1-ге тең, минус көбейтілген минус 1 болады сонда. Немесе минус 1-ді алдына шығарып жіберсем, минус 7/1-дің 4 минус х дәрежесі натурал логарифм 7/1-ге тең болады екен. 22-де екінші есеп. Функцияның x0 нүктесінде туындысының мәнін тап дейді. Бірінші біздер туындысын тауып аламыз. 7-ның туындысы плюс х-тің туындысы минус 5 натурал логарифм х-тің туындысы тең болады. Есептеп алайын. Енді тұрақты санның туындысы бізде 0-ге тең, плюс х-тің туындысы 1-ге тең, минус 5 натурал логарифм х-тің туындысы жоғарыдағы бойынша 1 бөлінген х-ға тең болады. Немесе 0 жазбай қоймыз. 1 минус 5-ті мына 1-ге көбейтіп жіберемін, 5 бөлінген х болады. Енді бізге f 1-ге тең болғанда мән табу керек. 1 минус 5-тің орнына, х-тің орнына 1 қоямын. Сонда 1 минус 5 тең минус 4-ге тең болады. Келесі екіншісі туындысын табамыз. 4-тің туындысы плюс 8-ден 1 көбейтілген натурал логарифм 2х-тің туындысы тең болады. 4-тің туындысы бізде 0-ге тең, плюс 8-ден 1 көбейтілген натурал логарифм 2х-тің туындысы 1 бөлінген 2х болады. Көбейтілген күрделі функциялықтан 2х-тен тағы туындыны табамын. 2х-тен тағы туындыны табасың. Онда бізде мына 0 болып кетеді. 2х-тің туындысы бізде 2-ге тең болады. 8-ден 1 көбейтілген 1 бөлінген 2х көбейтілген 2 болады. Мына 2 мен 2 қысқарып кетеді. Сонда бізде алымында 1 шығады, бөлімінде 8х қалады. Енді орнына 3-ті қойып мән табамын. 1 бөлінген 8 көбейтілген 3, 24-тен 1 болады екен. 22-де үшінші есеп. Туындысын мәнін тауып, оны 0-мен салыстыру керек. Біріншісін қарастырайық. Туынды табу үшін формулаларды қолданамыз. Бізде логарифм 0,5 негізінде 2 плюс х туындысын табу үшін формуланы қолданамыз. Енді мына жерде бірден формула салсам, 1 бөлінген бізде х-тің орнында 2 қосылған х тұр. Натурал логарифм а-ның орнында бізде 0,5 тұр. Бізде мына күрделі функция, мынадан да тағы туындыны тапса, ол бәрі 1-ге тең, сондықтан оны жазбаймыз.
ары қарай енді бізде x-тің орнына 1-ді қойып мәнін табуымыз керек. Онда 1 бөлінген 2 қосу 1 натурал логарифм. 0,5 дегеніміз біз 2-ден 1-ге тең. Немесе мынау екеуінің қосындысы бізде 3-ті береді. 1 бөлінген 3. Натурал логарифм дегеніміз логарифм е негізінде деген сөз. Е негізінде 2-ден 1-ді 2-нің -1 дәрежесі деп жазсам, ол -1-ді мынаның алдына шығарып жіберем. Онда 1 бөлінген -3 натурал логарифм. Мынаны қайтадан е деп жазып жіберейін. Немесе логарифм е негізінде 2 болады. Енді осы шыққан санды 0-мен салыстырып, бізде мына жерде теріс сан шықты. Бұл теріс сан әрқашанда 0-ден кіші болады. Келесі екіншісі туынды табайық. Бұлды да сондай 1 бөлінген x-тің орнында 5 қосылған x4 натурал логарифм 3-ге тең. Мынадан туынды тапсам, ол 1-ге тең, сондықтан осы күйінде қалдырам. Енді x-тің орнына 4-ті қойып мән табам. Сонда мына x-тің орнына 4 қойсам, менде 9 болады. 9 натурал логарифм. Енді мынаны логарифм е негізінде 3 деп жазсам, мына жердегі сан түгелімен оң сан болады. Оны 0-мен салыстырсам, бұл оң сан әрқашанда 0-ден үлкен болады. Келесі үшінші туындысын табамыз. Енді мына үшіншісін шығару үшін мына формуланы қолданамыз. Бізде а-ның орнында 0-нан 2-нің x-3 дәрежесін жазам. Натурал логарифм а-ның орнында 0-нан 2. Енді x-тің орнына 4-ті қойып мән табам. Мына жерге 4-ті қойсам, 4-тен 3 алсам 1 қалады. Сонда 0-нан 2-нің 1 дәрежесі натурал логарифм. 0-нан 2 дегенде логарифм е негізінде 10-нан 2 дегеніміз, ол бізде 5-тен 1. Тең болады. Мынау 5-тің -1 дәрежесі, ол -1 алдына шықса, онда -0-нан 2 натурал логарифм 5 деп шығады. Немесе ашып жазайыншы. 0-нан 2 логарифм е негізінде мына 5-тің -1 дәрежесі болады. Тең болады. -1-ді мынаның алдына жазып жіберем. Сонда -0-нан 2 мынаны қайтадан логарифмді жазып жіберіп, жақсы тұра берсін. Логарифм е негізінде 5 деп жазып жіберейін. Бұл енді теріс сан болғандықтан әрқашанда 0-ден кіші болады. Келесі төртіншісі, ол да сондай. А-ның орнында 2,5 x-1 дәрежесі көбейтілген натурал логарифм 2,5. X-тің орнына енді 2-ні қоям. Сонда 2-ден 1 алсам 2 болады. Сонда 2,5 натурал логарифм 2,5. Бұл бізде оң сан болады, сондықтан 1-ден үлкен болады екен. Жанаманың теңдеуінің формуласы жоғарыда тұр. Сол бойынша бізде f x 0-ді мән табам. Ол дегеніміз f x-тің орнына 0,5-ті қойып мән табам деген сөз. Сонда 0,5 натурал логарифм 0,5 болады. Келесі осы функциядан туынды табам. Көбейтіндінің туындысы бойынша x-тің туындысы мынаның өзі плюс мынаның өзі мынаның туындысы болады. X-тің туындысы 1-ге тең. Натурал логарифм x плюс x тұра береді. Натурал логарифм туындысы мына жоғарыдағы формула бойынша 1 бөлінген x. Сондықтан натурал логарифм x плюс мына қысқарады, бізде 1 қалады. Енді 0,5-тің мәнін табам. Мұндағы x-тің орнына 0,5 қоямын. Болды, енді орнына келіп қоямыз. Сонда y тең болады fx 0 дегеніміз натурал логарифм 0,5 натурал логарифм 0,5-ге тең плюс fx 0 дегеніміз мынау натурал логарифм 0,5 плюс 1 көбейтілген жақшаның ішінде x минус 0,5-ге тең. Енді жақшаны ашып ықшамдаймын. 0,5 натурал логарифм 0,5 сол енді жазып қоямын. Плюс мына жақшаны ашып ықшамдаймын. Мынау мен мынаны көбейтсем, енді x натурал логарифм 0,5 болады. Минус 0,5 натурал логарифм 0,5 болады. Плюс мына екеуін көбейтсем x болады. Келесі минус 0,5 болады. Келесі бізде мынаумен мынау жойылып кетеді. Қалғанын сол күйінде жазсам, менде x натурал логарифм 0,5 плюс x минус 0,5 деген жанаманың теңдеуі шығады. Немесе x жақсының сыртына шығарып жіберсем, натурал логарифм 0,5 плюс 1 жақшаның сыртында x минус 0,5 деген теңдеу шығады. Екіншісін қарастырамын. Бірінші fx0-ді табам. Яғни fx0 дегеніміз 2-ні әкелемде x-терін орнына қоямын. Натурал логарифм 2-нің квадраты плюс 2 көбейтілген 2. Натурал логарифм мынау бізде 8 болады.
келесі туынды табамын. Туынды табу үшін жоғарыда формуланы қолданамын. 1 бөлінген x квадрат плюс 2x болады. Және мына ішіндегі күрделі функцияны табамын. Мынадан туынды табамын. Бұл 2x қосу 2-ге тең болады. Немесе ақшам түрде жазсам 2x плюс 2 бөлімде x квадрат плюс 2x. Так, енді орнына мән қоямын. 2 көйтіліп 2 плюс 2. 2-нің квадрат плюс 2 көйтіліп 2. 6 болады. Мұнда 8. 2 қысқартып жіберсем 3, 4 болады. Енді орнына мәндерін қоямын. Формулаға қоямын. Бірінші fx0 дегеніміз бізде натурал логарифмі 8. Так, плюс fx, f' x0 деген мынау болады 4-тен 3. 4-тен 3, x минус 2 болады. Шақшаны ашып ықшамдасам, натурал логарифмі 8 плюс 4-тен 3. x минус мына екеуін көбейтіп жіберем. 4-тен 3-ті 2-ге көбейтем. Тең болады. 4-тен 3 x-ті сол күйінде жазып қоямын. Мына екеуі бізде қысқарады. 2-ден 3 болады, немесе бұл 1/5. Минус 1/5 плюс натурал логарифм 8.